Сәлем достар, бүгін сіздермен өзбек халқының тағамы өте дәмді болып шығатын қылмынды жасайтын боламыз. Рецептің барлығын мөлшерін астына жазып кететін боламын. Ең бірінші су, тұз, кішкене пісте май қосып, осындай қамыр илеп аламыз. Сосын қамырды осындай бөліктерге бөліп жаятын боламыз. Біртіндеп жаятын боламыз. Жұп-жұқа етіп әрқайсысын осылай жайып, арасына кішкене ұн сеуіп, жабысып қалмау үшін. Сосын бетін жауып қоямыз, қаясып қалмау керек. Содан кейін табаға салып бәрін пісіріп аламыз. Ең біріншісін екі бетін қызартамыз. Одан кейін бетіне біртіндеп салып отыру арқылы аударып, осылай пісіреміз барлығын. Май ештеңе қоспаймыз, чисто сухой. Оннан осылай пісіретін боламыз. Әйтпесе ол жабысып қалуы мүмкін. Сосын заварной крем жасаймыз. Бір кесе сүт, жарты кесе қант. Оның бәрін кетіріп, сосын осылай қозғаймыз. Тоқтамай газдың үстіне қозғайтын боламыз. Сосын біздің креміміз дайын болады. Енді дайын болған лаваштарымызға, жұқпаларымызға арасына крем жағатын боламыз. Мына қызарған бетіне, осы беті іші болады бізде, ал мынау сырты болады. Осы қызарған бетіне крем жағамыз. 2 қасықтан жартысына 1 келкі етіп осылай жағатын боламыз. Міне біз бәрін жағып болдық. Кремдерді енді мен қолды маймен істедім. Дәмі күшті болады. Сіздер қолды май болса да, сливочный май, пісте май да бола береді негізінде. Сосын ең бірінші қылмындыны 2 бетін де майға батырып аламыз. Одан кейінгілерін 1 бетін ғана батыратын боламыз. Осылай 1 бетін ғана батырып, мына құрғақ жағын былай аударып қойып отырамыз. Сосын бір-біріне жұғып, өздері әдем болады. Барлығын осылай ыстық кезінде жесе өте дәмді болады. Сосын майды таусылып қалса осылай ертіп, қосымша батырып ала береміз. Барлығын осылай батырып дайындаймыз. Міне бізде бәрі дайын болды. Дастарханға әдем көріну үшін тарелкаға осылай салып қойдым. Баршаңызға ас болсын.